Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Күйеуімді өмірімнің қиын сәті болып, бірінші некем сәтсіз аяқталғанда кездестірдім. Бірден сүйіп қалдым деп айтқаным өтірік болар. Дәл сол мезетте маған керек жылулық еді. Ол жылулықты жолдасым бере алды. Екінші некем болса да күйеуімнің әке шешесі жақсы қабыл алды. Ешкімнен кем қылмай дүркіретіп, қаланың қақ ортасындағы ресторандардың бірінде үйлену тойымызды жасады. Алғашқы некемнен қалған тәжірибем бар, бірден үй шаруасын алып кеттім. Тамақ, кір, үйдің тазалығы барлығы менің мойнымда. Келін болып табалдырық аттағаннан мүлде жұмысқа шығу жайлы ойламадым. Жолдасым үйдің үлкені. Артында тағы екі інісі үйленуге дайын тұрған шақ. Ағаларын күтіп жүрген екен, көп ұзамай біздің тойдан кейін араға жарты жыл салып, бірінші қайным үйленді. Тойлары өткен соң енем бізді бөлек шығаратындығын айтып, еншімізді бөле бастады. Қарым қатынасымыз жақсы болғандықтан, ата енемді қимай бөлек шықтым. Бәріміз бір қалада тұрамыз. Күйеуім қаланың ішінде тұрмаймын деп, үйді атам қаланың сыртынан алып берді. Керемет, зәулім үй болмаса да, екеумізге жетерлік. Әлі сәбиіміз де жоқ, әйтеуір далада қаңып жүрген жоқпыз. Барға қанағат деп өз тіршілігімізді бастап кеттік. Араға бір жыл салып, тұңғышымды көтердім. Аяғы ауыр келіншек білесіздер ғой, шылаңқы болатынын. Кейде жолдасым осы мінезіңді түсіне алмаймын деп ұрсатын. Айым, күнім жетіп қызымызды босандым. Алғашқы немерелері болған соң қайын жұртым қатты қуанды. Артынан көп ұзамай екіншімді, сосын үшіншімді, бірінің артынан бірін туып алдым. Көптің осылай тусаң, қалай өсіп кеткенін білмейсің деп айтқан ақылдары көкейімде сақталып, өзіме жеңіл болар деп ойладым. Бірақ қателесіппін. 3 баламен ешқайда шыға алмайсың. Енем арасында келіп көмектеседі, сонда да шаршайсың. Күйеу болса таңнан кешке дейін жұмыста, балаларды асырауым керек деген сылтаумен сыртта көп жүретін болды. Мүмкін басқа біреу болса, осындай күйеуден айналмайсың ба дерім еді. Мен емес, тек көңілім толмай, күйеуімнің тапқанын жеткізе алмай қиын күндеріміз басталды. Кенжеміз 1 жасқа толған кезі мен жұмысқа шығамын деп тұрып алдым. Балаларың әлі кішкентай далада қаңғып жүрген жоқсыңдар деген ешбір жанды тыңдамадым. Енемнің денсаулығы сыр беріп, көмектесе алмайтын болды. Күйеуім басында қарсы болғанымен, артынан миын әбден аштым ба, шықсаң шықшы, деп үйге көмекші қыз алуға рұқсатын берді. Алдыңғы екеуін балабақшаға орналастырғанымен, кенжемнің жасы жетпейді деп алмады. Қолымда дипломым бар, алғашқы некемде мамандығыммен жұмыс жасап та үлгергенмін. Өз мамандығым бойынша жұмыс іздей бастадым. Жолым болып кішігірім мекемеге орналастым. Мамандығым бойынша бас маманның көмекшісі болдым. Жалақым мәз емес болғанмен үйіме жақын. Жолыма тамағыма ақша кетпейді. Түскі мезгілде үйге барып баламды көріп кетемін. Жұмысқа бейімделіп, білмейтінімді үйреніп әлек болып жүргенде, күйеуімнің маған суып кеткенін байқамай қалыппын. Бұрынғыдай шүйіркелесіп әңгіме айту жоқ, бірге тамақ ішпек түгілі кей күндері көрмей қаламыз. Сол кездерде дабыл қағуым керек педі, бірақ мен дабыл қақпадым. Іскер әйел болғаныма мәз болып, күйеуімнің отырып тұрғанына мін айтатын шаққа бірақ жеттім. Таң кетемін, кеш келемін. Жұмыста лауазым көтеріліп, тұрғылықты жеріміздің аудан орталығына ауыстым. Ақшасы да жақсы, енді тіпті мұрнымды аспанға жүйріп, келімін деген ұғым басыма кіріп шықпайды. Ата енем шақырса, қолым бос емес деп айта алатын дәрежеге келдім. Күйеуімнің сөзі бір тиын болып қалды. Бірде біздің мекеменің басшысы ауысып, орнына облыстан ер адам отырды. Әдел қадыр бәрімізбен таныстыруға келгенде, ана жігітті көріп келбетіне тамсанған жалғыз мен емес. Сол таныстықтан кейін мен бірден өзгере бастадым. Жатсам да, тұрсам да ойлайтыным жаңа бастығым. Өзін ұстауы, сөйлеген сөзі, адамға, соның ішінде қыз келіншектерге деген қарым қатынасы өзгеше еді.
Түрінен нағыз байсалды өжет ер жігіттің иісі аңқып тұрғандай. Әрбір жұмыспен сұрақтарды сылтауратып, бөлмесінен шықпайтын болдым. Бұрын жұмыстан кейін қалу, артығымен жұмыс жасау болмаса, енді не тапсырса да қалып орындап жүрдім. Бір сөзін жерге тастамаймын. Отбасымды ұмыттым, бай бір жақта, бала бір жақта, әркім өз бетінше күн көруде. Не ішіп, не жеп жүргендермен шаруам жоқ. Азық-түліктің барлығын үйіп қоямын үйге. Көмекші қыз дайындап береді, барлық үй шаруасы соның мойнында. Күйеуім екеуміздің төсекте болып, ол ерімнің мен әйелдің парызымды атқармағаныма 3 айға таяп қалды. Қанша дегенмен еркек қой, жақындап кетсе ұрсып шығамын. Жұмысқа барамын мазамды алма деп, содан болар, ол да соңғы кездері мүлде жыламайтын болды. Кезекті отчет тапсыратын кез, әдетімше жұмысымды артығымен жасайтын болып тағы да кеңседе қалып қойдым. Көмекшілерім біреуі сұранып, екіншісі 1 сағаттай ғана артық қалатынын айтып ескертті. Қарап отырсам бастығымның да кабинетінің жарығы өшпеген. Іштей бір көптен ойымнан кетпей жүрген, арам ойымды жүзеге асырсам деген басыма, тәніме, жүрегіме сигнал келді. Оны ойлаған сайын жүрегім аузыма тығылып, астым дымқылданып, өзімді қоярға жер таппай жүрмін. 1 сағаттан аса уақыт өткенде, кеңседе мен және Басекем ғана қалды. Дереу барлық құжаттарды жинадым да тура кабинетінде тарттым. Аяғымды басқан сайын шайқалып, қобалжып келемін. Есікті қағып кірдім. Қалыңыз қалай, әбден кеш қалдыңыз деп, Басекем жылы қабақ танытты. Оны естігенмен, о не дегеніңіз? Барлығы жақсы, қайта сіздің кеш қалғаныңызды көріп, бастық болса сіздей болсын, шай ішпей ме екен деп көңіліңізді сұрауға келдім. Аямайсыз өзіңізді деп, көпір сөйлеп жетіп кеттім. Жұмыс болған соң, солай жауапкершілік деген тағы да бар. Сізде өте жауапты мамансыз, әрдайым сыртыңыздан бақылап жүрмін. Өзіңізді сізден мүлдем аямайсыз. Күйеуіңізге рахмет, түсіністікпен қарайды екен. Менің әйелім кеш қалса, онда ендігі ажырасып тынатын шығармыз деп, әңгімесін ол да қоймай жалғастыруда. Не шайтан түрткенін білмеймін осы кезде, сол ажырасудың шағалында жүрміз деп қойып қалдым. Шай демдейсіз бе? Қалғанын ертең жасармын деген Басекем жұмыс ноутбугын сөндіріп, бөлмесінде тұрған дереу қара диванға жайғасты. Алдында қайқан етіп мен жүрмін. Жүрісімді өзгеріп кетті. Оның сүзіле қарап отырған байқап, одан әрі майса түстім. 3 бала тусам да денемді бір мін жоқ. Шаш деген ұзын, иықтан төгіліп тұр. Бұрын үнемі жинап жүретін мен, осы кеңсеге ауысқалы жіберіп қоятын болдым. Тез арада шайымды дайындап, оның жанына жайғастым. Шайымды құйып ұсынғаным сол еді, қолым қолына тиіп, денем дірілдеп кетті. Осы сәтте мені қапсыра құшақтап, ерніме жабысса екен дегендей тағы да жақындай түстім. Ол болса саспай, күйеуіңізбен ажыраспаңыз, балаларыңыз бар шығар деді. Бар, солар үшін тек шыдап жүргенім, деп көзімді төңкеріп, аясын деген кейіпте отырмын. Қиын, бала үшін өзіңізді құрбандыққа шалып жүрсеңіз, деп одан ары мені өзіне ынтықтырып барады. Ішімнен, әңгімені көбейтпей, іске кірісек деп асығып тұрмын. Баппен шайын сораптап, көзінің қиығымен менің қысқа киген белдемшемнің төмен жағына қарап қояды. Оқтай аяғым оның да назарында жүрген болып тұр. Себебі көшеде жүрсем, қайырылып қарамайтын еркек жоқ. Әңгімемізді жалғастырып, ол ақыл айтқан болып, мен тыңдағансып отырмыз. Оның әрбір көз қарасын қағып алып, қарсылық танытпайтынымды ашық білдіріп отырғандаймын. Тек әрекетін бастаса болғаны. Бет ашылған қатын деп бекер айтылмаған ғой. Ол да мені сынап отырғандай. Бір емес, 2 есік көріп тастағаным бар. Бүкіл тәрбиемді жинап тастап, сүлікше өзім жабыстым. Реті солай келді ме, қолындағы шай кесесін бірге бергенде, тағы қолым тиіп, өзімді игере алмай қалдым. Оған да сол керек болып тұр екен. Астына жығып белдемшемді көтеріп тастап кірісті. Ұнап барады. Қалықтап барамын, қос анарымды кезекпен аузына салғанда, тіпті өзімді ұстай алмай ыңырсып кеттім.
Жанталасып мен де оны шешіндіріп үлгеріп жатырмын. Неткен тәтті сәт, бәрін ұмытып, мәңгі осы күйімде қалғым келді. Бір-бірімізден керегімізді алып, жаңа ғана бір диванда жабысқан екеумізге енді тар болып, бас екем жерге домалай түсті. Мен тоймай қалған балаша жанына сүйретіле түсіп, бұрын соңды жасамаған тірліктеріме кірістім. Бұл біздің екінші рет қосылуымыз болды. Оның артынан тағы бірнеше рет бәйгеге қатысқан тұлпарша шауып, әбден шаршадық. Уақыттың зымырап өтіп кеткен үйге қайту керекпіз деп жинала бастадық. Бөлмесінің ішін реттеген болып, оның көлігіне беттедік. Такси шақырып өзім кетемін дегеніме қоймай үйге жеткізді. Көліктен түсер сәтте ерніме жабысып, ұзақ сүйістен кейін қимай қош айтысты. Қақпаға кірсем байдың көлігі тұр, дымым ішімде. Оятып алмайын деп, ақырын үйге кірдім. Айтқанымдай жетінші түсін көріп жатқан болу керек. Қорылдап ұйықтап жатыр. Балалардың бөлмесіне кірсем, олар да пысылдап, тәтті ұйқыда. Көмекші қыз кенжемізді қасына алып жататын. Оларда оянатын түрі жоқ. Үстімде бір шайып, талықсып мен де кеттім ұйқыға. Ертесі кешегі жағдай есіме түсіп, ұятым оянды ма? Жұмысқа барсам, оның көзқарасы қандай болар екен? Бетіне қалай қараймын деп ойға кеттім. Шешінген судан тайынбас деп, сәнденіп кеңсеге келдім. Барлығы күндегіше өз орнында, жұмыстары қауырт жүріп жатыр. Мен болсам күнде таң ертең бөлімшемізге кіріп амандасатын бастығымызды күтудемін. Есік ашылып жабылған сайын елең ете қалам. Келді әйтеуір. Еш қысылмастан амандасып, маған қарамақ түгілі, көрсе де көрмегенде кейіп танытты. Ең болмаса жымияр деген үміт болып еді, қайдағы пысқырғанда жоқ. Бір түрлі оның мына қылығына жылағым келіп, өзімді әрең ұстадым. Кабинетіне кіріп барып, ұрыста шығарғым келді. Бірақ кім болып? Не үшін шығармақпын? Сол күні мүлде көңіл күйім болмады. Үйге жұмыс аяқтала салысымен кетіп қалдым. Ішім алай-дүлей, өзімді жек көріп, ертең жұмысқа қай бетіңмен бармақшысың? Ал егерде бастық кешегі болған жағдайда біреуге айтып қойса? Ал егерде біреу кеше көріп қойса? Деген ойлар мазалай берді. Келесі күні таңертең жұмысқа мүлде зауқым болмай, хабарласып ауырып қалғанымды айттым. Түске дейін тапжылмастай төсегімде жатып, ұйқы жоқ, қай-қайдағы ойлар маза бермей, өткен өміріме көз жүгірттім. Аядай үй, 3 бала, жылулығы жоқ күйеу. Бар тапқаным осы екен мына жасыма дейін. Жұрттың әйелі секілді шетелге де барып көрмеппін. Баланы бірінен кейін бірін туып, күнделікті өмірден мезі болғаным қашан. Содан болар көшеден жылу іздеп, ол жылулықты бастығымның құшағынан таптым. Бірақ ол үшін кешегідей ұят тірлікке бармауым керек еді ғой. Өксік кернеп тарады тамақта, көз жасымды тоқтаталар емеспін. Енді мына жұмысқа қалай шықпақшымын? Өлсем обалым жоқ. Шынымен не білдіріп қойғанымды енді түсінгендеймін. Үйдегі көмекшім келіп, түскі асқа шақырды. Ішпеймін дегенме қарамастан қоймай, кенжемді жіберіп жатып, тұрғызды. Тамақ ішіп отырып баламның бетіне қарайын десем, қарай алмаймын. Кешке 2 баламды әкесі балабақшадан әкелді. Олардың бетіне де қарай алар емеспін. Күйеуі мені көріп аң-таң. Сұрап әңгімеге тартпақ болып еді, ұрсып мазамды алма дедім. Үндемеді, қайтсын байғұс. Әбден менің осылай десем дегеніме көніп алған. Үйреншікті жағдай ол үшін. Кеш бата телефоным шырылдап қоя берді. Үлкен балам мультфильм көремін деп сұрап алған, жүгіріп әкелді. Көтеріп үлгерген, ар жағындағы еркектің даусы анаңа берші дегені анық естіліп тұр. Бастығым екен. Кеш жарық, мазаласам кешірім сұраймын. Ертең жұмысқа шықсаңыз керексіз. Даусын естіген сайын жұтынып, неден жауап берерімді білмеймін. Не жоқ, не иә деп айта алмай, орнымда қалшиып тұрмын. Тұтқанның ар жағындағы бастығым әлі жауабымды күтуде. Бара алмаймын деген сөз әрең шықты. Неге? Қатты сырқаттанып қалдыңыз ба? Иә. Артық ештеңе айта алмадым да тұтқаны баса салып, өз бөлмеме жүгірген бойда төсегіме құлай кеттім. Дәл осы сәтте оны көруге барымды бергім келді.
Оның жанында болып, құшағына енгім келгенін айтып жеткізе алмаймын. Күйеуім менің бұлқан-талқан болып қарсы алғанымды көріп, үндемей жатып қалған екен. Жанында қорсылдап, әйелінің басқа адамды аңсап жатқанын қайдан білсін. Түнімен көз ілмей таңды атты. Жұмысқа баратын түрім жоқ. Ояу болсам да күйеуімнің тұрып жуынып кетіп бара жатқанын білмегенсіп жата бердім. Ол болса мені ұйықтап жатыр деген оймен күндегіше балаларын киіндіріп, көлігіне отырғызып алып кетті. Дыбыстардан бәрін біліп жатырмын. Кенже ұлым оянып кеткен болу керек. Бөлмемнің есігінен сығалап тұр. Жүрегім елжіреп, жаныма шақырып алдым. Ұзақ уақыт құшағыма алып жатып, тағы еңіреп жылауым басталды. Өзімді жек көріп, өзімнен жүрегім айнып, жанымды қоярға жер таппай кеттім. Балам түсіне алмай, менімен қосылып жыламасы бар ма? Кішкентайдың даусын естіген көмекші қыз жүгіріп келіп, екеумізге қарап аң-таң. Көз алдында айқара құшақтасып ұятты, ісі есіне түсіп, өлердей болып жатқан ана мен анасын сағынып, қолы жеткенде оның мұңлы күйін көріп мұңайып жылап жатқан бала. Жаймен баламның есімін атап өзіне шақыруға тырысты. Алдап жатып құшағымнан суырып алды. Расымен сырт көзге өте оғаш көрінген боларбыз. Баламды жіберіп қалшылдап жатырмын. Өлгім келді. Өлемін деп шештім. Бояу жинайтын сөремнен қандай дәрі да бар екенін бәрін башып, бір стакан сумен жұтып қойдым. Көзім жұмылып ұйықтап кетіппін. Тұрсам құлағым шыңылдап, аяғым бастырмай жатыр. Бар даусымен көмекке шақырудамын, әрі қарай есімде жоқ. Енді бір оянсам ауруханадамын. Жанымда барсы салбырап күйім отыр. Оның мұны аянышты түрін көріп, жүрегім езілді. Неге өліп қалмады екенмін деп, өзімді қарғай бердім іштей. Араға бір апта салып үйге шықтым. Бастығым менің ауруханаға түскенімді естіген болу керек. Тез жазылып, ортамызға оралуыңызды тілеймін деген хабарлама жіберіпті. Бұл болған жағдайдың нүктесін қояйын деп шештім. Кеңсеге барып, өз еркіммен денсаулығыма байланысты жедел түрде жұмыстан шығамын деп арыз жаздым. Өз қолыммен бас екемнің қолына ұстаттым. Ол болса еш ойланбастан қолын қойып, маған сәттілік тілеп кабинетінен шығарып салды. Арамызда дым болмағандай кейіптеміз екеуміз. Жүрегім шымырлап барады. Қал деп жалынса екен деген ойда жоқ емес. Бірақ бұл шешімнің екеуміз үшін дұрыстығын біліп тұрмыз. Сол кеткеннен мүлде кеңсеге оралмадым. Өмірімде дым болмағандай жалғастырғанымен өзіңді өзің алдай алмайсың. Кейде оған телефон жалып, тағы бір сәт бірге болғым келетінін айтқым келеді. Арада 2 жыл өтті. Тұңғышым 1-ші сыныпқа баратын кез, базарда сауда жасап жүрсек, сол бұрынғы бастығым, жанында 2 қабат әйелі бар, алдымнан шыға келді. Екеуінен көзімді алмастан шандарына жетіп бардым. Еш білдірместен аман саулық сұрасып, бастықта қазір басқа жерде жұмыс жасап жатқанын айтты. Әйеліне мені мықты маман деп таныстырып, мақтауымды жеткізіп жатыр. Қайдан білсін, ол байғұс біздің арам ісімізді пайдасы тисін дегендей. Ой, жақсы болды ғой, кездескендеріңіз. Жұмысқа шақырмайсыз ба? Жақсы маманды. Сізге керек деп іздеп жүргеніңізге қанша уақыт болды демесі бар ма? Иә, мен сізге хабарласайын. Дәл қазір бізге сіз сияқты кадрлар жетіспей тапшы болуда. Рұқсат па дегенде еш қарсыласпай, әрине күтемін деп қуана жауап бердім. Бұл оған деген сезімінің өшпегенін білдіргенмен бірдей еді. Түсінген адамға. Кетіп бара жатып денесімен мені сүйкеу етті. Ішімнен сезіп тұрмын, нені меңзеп тұрғанын. Мен де қарсы еместігімді білдіріп, қолын қысып үлгердім. Солай біздің қатынасымыз қайта жалғасын тапты. Мен оның қолы астына тағы да жұмысқа тұрдым. Сағынып қалыппын, шеке қалғаннен алғаш күні өзім жабысып, сағынышымды әбден бастық. Оған да керегі сол еді. Содан бері міне тағы да 2 жыл уақыт өтті. Екеуміз нағыз көңілдеске айналдық. Тіпті мені өзінің кабинетіне орналастырып, кез келген уақытта қаласақ болғаны есікті кілттей сала қосыла береміз. Соңғы кезде әріптестер тарапынан жиі есік кілттенетін болыпты дегенді естіп жүрміз.
Біздің бір-бірімізге деген көзқарасты, ынтық сезімді көрмей білмеу мүмкін емес шығар. Барлығы баяғыда түсініп қойғандай, бірақ оған қысылып жүрген біз жоқ. Күйеуіммен ажырасамын деп қанша оқталсам да ажыраса алмадым. Оның және балаларымның алдында кінәлі екенімді білемін. Сонда да өзімді ұстай алар емеспін. Ойнас оттаныстық болып тұр. Бұл қатынасының қанша уақытта созылатынына беймәлім бізге. Біз тек бүгінгі сәтпен өмір сүрудеміз. Балаларым ер жетіп келеді, қалай қоямын деген сауал мазалайды. Әкелерінен көп жылулық алды ма, маған аса жақын емес. Кейде кезінде жұмысқа шықпай отыра беруім керек еді деп ойлап қоямын. Бірақ барлығы сол жетіспеушіліктен, қанағаттың жоғынан басталды емес пе? Бұлай өмір кешу өте қиын. Мұны сіздерге басы дал болып соңғы 2 жылын біреудің көңілдесі болып өткізіп жүрген келіншек ретінде айтамын. Өтініш, қатты сөкпей кеңестеріңіз болса, жазып кетсеңіздер. Менің осындай күйде өмір сүруім бір жақыным, бір құрбым білмеуде. Кейіпкеріме айтқым келеді. Көңіл қосақсыз болмайды, бірақ ол қосақ адалдықпен байланысқанда ғана шынайы бақыт сыйлайды. Өмірдің өткінші сезімдеріне алдану, өз жүрегіңде де, өзгенің жүрегінде де жаралау. Егер шын сүйсең таңда, егер күмәндансаң адаспа. Көңілдес уақытша жұбаныш, бірақ оның соңы өкінішке айналуы мүмкін. Өзіңе де өзгеде де қиянат қылма. Сезім жауапкершілік, махаббат адалдық. Біреудің өмірін көлеңкеге айналдырудан гөрі жарық сыйлайтын жолды таңдаған дұрыс емес пе? Әңгіменің соңы зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз.